Сәлем. Қазір бізде 6 сыныптың 7 бетінің жұмыс дәптерінің жаттығулары. Бұнда бізде to be етістігі берілген. Complete the table with the words in the box. Яғни, бұндағы to be жалғауларын қойып шығатын боламыз. To be жалғауы I am, яғни менде, және he, she, they жалғауы, және you, we, you, theylер кезінде біз міндетті түрде жалғауын қолданамыз. Және оның болымды және болымсыз түрлері бар. Болымсыз түрінде not, сұраулы сөйлем кезінде to be бастауыштың алдына шығады. Бізде екінші жаттығу берілген. Екінші жаттығуда complete the sentence with, яғни to be жалғауларын қойып шығатын боламыз. You are very, яғни сен өте танымалсың. Ол терезенің жанында, яғни әйел адамға, қыз балаға қатысты айтылып тұр. Яғни үшіншісі, олар қазір Лондонда. Төртінші, бұл DVD іш пыстырарлық. Бесінші, мен Ливерпулдамын. Алтыншы, біз жаңа класстамыз. Жетінші, яғни ол 13 жаста. Дәл осындай келесі жаттығу. Келесі төртінші жаттығуда біз мұнда, яғни мына суреттерде берілген сөздерді орнына қоямыз. Яғни сен терезенің жанындасың ба? Жоқ. Яғни is it small? Яғни yes, it is, ол кішкентай ма? Яғни ноутбук арзан ба? Жоқ, бұл арзан емес. Яғни қысқа жауап береміз. Дәл осылай жауап бересіздер. Келесі үшінші жаттығу бізде. Яғни қайтадан жазып шығамыз болымсыз түрге, яғни бұл сөздерді болымсыз түрге айландырамыз. Мен басқа жағын қана жаздым, сіздер дәптеріңізге толық жазып шығасыздар. The video games, яғни бұл өте танымал видео ойын. Яғни сіздер жазасыздар, бұл видео ойын танымал емес. Яғни олар 14 жаста, яғни they aren't, яғни олар 14 жаста емес. Мұғалімнің машинасы арзан, яғни мұғалімнің машинасы арзан емес. The CD player, яғни CD player класста ма, сыныпта ма? Жоқ, CD player класста емес, isn't, яғни not жалғаумен дәл осылай жазып аяқтайсыздар. Келесінші төртінші жаттығуда бізде мындай интервью берілген. Осы сол интервьюға to be жалғауларын дұрыстап қойып жазамыз. Сен студентсің ба? Яғни сен оқушысың ба? Жоқ. I'm not. Yes, I am. Яғни I am. Мына жерде толық жазсаңыздар болады. Мен кейбір жерлерін қысқартып жаздым. Сіздер міндетті түрде толық жазыңыздар. I am 12 years old. Яғни сен 12-десің ба? I'm not. I'm 13. Мен 13 жастамын. Is your school interesting? Сенің мектебің қызық па? Yes, it is, but it isn't easy. Бірақ бұл өте оңай емес. Are your teachers nice? Сенің мұғалімдерің әдемі, яғни teachers мұнда көпше түрде берілген, сондықтан біз жалғауын жалғаймыз. Yes, they are. Олар қызықты және іш пыстырарлық емес. Not жалғауын жалғап тұрып. Are you and your friends good students? Сен және сенің достарың жақсы студенттер ма, яғни оқушылар ма? Біз жақсымыз. Өте керемет, біз кешіңіздер. Каналға жазылып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнап жатса лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.